Ассалаумағалейкум ағайын. Бұл менің YouTube каналға арнап жасаған ең алғашқы видеом. Видеоның басында қысқа нұсқа өзімді таныстырып өтейін, сондай-ақ бұл видеода не айтылады, қандай ақпарат беріледі, сол жайлы айтып өтейін. Ең алдымен қысқа нұсқа өзімді таныстырып өтетін болсам, есімім Қуаныш, қазіргі уақытта Idealist FX Telegram каналының админімін. Жалпы Форекс саласында сауда жасап жатқаныма 1 жыл болды. До этого криптовалюта саласында сауда жасағам. Өзім саудамда мен толыққанды Smart Money концепциясын қолданамын. Сондай-ақ ICT-дің концепциясына жүгінемін. Ендігі кезекте мен бұл видеоның жасалу мақсаты жайлы айтып өтейін, және де жалпы YouTube канал не үшін жасалды. Вот сол жайлы тоқтала кетейін. Ең алдымен бұл YouTube каналдың мақсаты қазақ тілінде Smart Money жайлы барынша қысқа нұсқа, анық, өте сапалы ақпарат беру. Себебі қазіргі уақытта Қазақстанда трейдинг деген сөзді естіген кезде бізге ең алдымен осындай график еске түспейді. Бізге ең алдымен курс сататын адамдар еске түседі. Яғни Қазақстан нарығында инфо-цыгандар өте көп. Именно менің YouTube каналымның мақсаты Smart Money концепциясы жайлы барынша сапалы ақпарат беру. Себебі біздің Қазақстан нарығындағы типа трейдерлар барынша курс сатуға фокус қояды, яғни өздері бағаның қозғалыс логикасын түсінбейді. Ал енді ағайын, мен инфо-цыгандардың зияны жайлы қысқа нұсқа тоқтала кетейін, чтобы сіздерге түсінікті болу үшін. Ең алдымен бәріміз білеміз, бүткіл әлемдік дамыған мемлекеттермен салыстырғанда Қазақстанның экономикалық жағдайы төмен екен. Яғни Қазақстанда жалақы деңгейі төмен, Қазақстанға күнкөріс деңгейі төмен, және де кейбір адамдарға қарапайым тұтыну заттардың өзін сатып алу қиын болып жатады. Оны бәріміз білеміз. Себебі мемлекетімізде жалақы деңгейі төмен, айтып өткен сияқты. Ал енді оны инфо-цыгандар қалай пайдаланады? Условно, қарапайым мысал келтірейік. Бізде қарапайым қазақтың адам бар. Ол отбасын асырау керек, ол ақша табу керек. Өзінің жұмысынан алатын жалақысы жетпейді, сондықтан қосымша табыс көзін қарастырып жатады. Сондай-ақ ол Инстаграмнан немесе басқа жерден реклама көреді. Условно, трейдинг осылай, айына мынша теңгеден мынша теңгеге дейін тап деген сияқты. Әдемі киініп алған, қолына MacBook ұстаған, қолында обязательно айфоны және де кофесі бар. Сол екеуін ұстаған адам рекламада сөйлейді. Мен трейдингтен айына мынша теңге таптым, сен менің стратегиямды немесе схемамды пайдалану арқылы дәл осынша ақша таба аласың деп айтады. Оны бәріміз білеміз, бүткіліне таныс сценарий бұл. Адам не істейді? Адам рекламаға өтеді, условно WhatsApp либо Instagramнан сөйлеседі, оған курстың бағасын айтады. Ол курс железобетонно Қазақстан үшін арзан емес, себебі кем дегенде 300 мың теңге болады. Оны бәріміз білеміз. 300 мың теңге, 500 мың теңге, ойбай, менімен лично сауда жасасаң, 2 миллион теңге төле, қосымша оны пакеттерге бөліп қояды, стандарт, VIP, анау-мынау деген сияқты. Окей, ең арзан бағаны алайық 300 мың теңге. Қазақстандағы қарапайым отбасы үшін 300 мың теңге деген ол біраз ақша. Себебі 300 мың теңгені табу үшін кейбір адамдар 2 ай жұмыс істейді. Яғни жалақысы 150 мың теңге болатын болса. Ал ондай жалақы Қазақстанда бар екенін біз білеміз. Ендігі ситуацияның жалғасын айта берейік. Хорошо, адам келісті 300 мың теңгеге ақшаны төледі. Адамның ойында қандай үміт болады? Курстан пайдалы ақпарат алсам деген. Ал біз білеміз, көпшілік Қазақстанда қазақ тілінде жасалған курстар өте сапасыз. Аннан-мыннан жиналған ақпаратты жинайды, әдемілеп, условно PowerPoint пен презентация жасайды, бәрін слайдқа салады, және де сол бойынша оқытады. Яғни уровень поддержки сопротивления, мынандай японский свечаны свечка деп айтады. В общем, қысқа айтатын болсақ, өте сапасыз ақпарат. Условно, инфо-цыган не істеді? Ол просто реклама жасады, әдемілеп жеткізіп берді. Адам сатып алды, адамның сатып алғанынан ақша тапты, ол трейдингтен тапқан жоқ. Условно, 300 мың теңгені 10 адам сатып алатын болса, 3 миллион теңге қалтасында. Кейбір адамның 1 жылдық жалақысы ол 3 миллион теңге деген. Условно, курсты 1 ай жүргізді, немесе одан аз уақыт жүргізді. Былай сауда жасайсыздар, анау-мынау деп линия сызып көрсетті, басқа ештеңе істеген жоқ. Енді адам не істейді? Адам деген үмітпен обучение өттім деп ойлап графикке кіреді, графикке өзінің ақшасын салады. Ақша салғаннан ол сапасыз ақпаратпен пайда таба алады ма? Бәрімізге түсінікті ғой, что ол жерде нормальный ақпарат айтылмаған.
сондықтан адам ақша жоғалтады. Және де адамда қандай ой қалыптасады: трейдинг деген ол казино, бағаның условно қозғалыс логикасын сен никак біле алмайсың деген сияқты. Вот инфо-цыгандардың главный зияны осы. Себебі олар өзі сауда жасай алмайды, бағаның қозғалыс логикасын түсінбейді. Например, мына жерде баға не үшін құлады, мына жақта баға не үшін өсті. Вот оны түсінбейді. Вот және де курс сатады осы бойынша. Яғни баға мына жерде мына линияға тиді, одан кейін өсті. Почему ол линияға тиді? Баға не үшін ол жерден реакция алды? Оны өзі білмейді. Просто ол үшін баға линияға тиді, и сен осы жерде позицияға кіру керек екенсің. Вот қазақстандағы инфо-цыгандардың басты зияны осы. Себебі жалпы трейдинг жайлы қарапайым қазақтың ойын бұзады. Сондай ақ жалған ақпарат сату арқылы ақша табады. Оны біз білеміз, ол біздің дінімізде де там болмайды ондай істеуге. Өзің білмеген дүние істеме просто и все. А нет, инфо-цыгандар Қазақстанда көп. Почему? Потому что халықтың білім деңгейі де төмен. Инфо-цыганмен сапалы ақпарат беретін адамды салыстыра алмайды. Яғни ажырата алмайды дегенде. Енді ағайын, сіздер инфо-цыгандар қандай зиян алып келетіні жайлы ақпарат алдыңыздар, түсіндіңіздер деген ойдамын. Ал енді видеоның басында айтып өткенім сияқты, менің YouTube каналым Қазақстан нарығында смарт мани концепциясы бойынша, яғни бағаның қозғалыс логикасы бойынша кез келген нарықта қалай сауда жасау керек, қандай логика бойынша баға қозғалады, яғни баға А точкасынан Б точкасына қалай жеткізіледі, нарықтағы бағаның қозғалыс логикасы, криптовалюта нарығында, форекс нарығында, индекс нарығында, хоть акция нарығында болсын, баға қалай қозғалады. Вот сол жайлы айтылатын болады. Сондықтан ағайын, алдағы уақытта менің YouTube каналыма, Telegram каналыма полностью подписаться етіп қойыңыздар, себебі бұл каналдарда сіздер үшін ең пайдалы ақпарат салынатын болады. Яғни қазіргі уақыттың өзінде Telegram каналда менде полностью бесплатный смарт мани бойынша украинский курстар бар, бәрі орыс тілінде, өте түсінікті, өте сапалы курстар салынған. Оның ішінде криптовалютный курс, оның ішінде смарт мани бойынша курс, бәрін кіріп тегін көрсеңіздер болады. Сондай ақ біздің каналда өзіміздің комьюнитидің чаты бар, қосымша менің платный обучение дом отзыв, мошенниктер жайлы айтылған, қосымша там платный обучение жайлы ақпарат берілген. Оған основной фокус қоймаймын. Телеграм каналға жазылғаннан кейін тегін курс канал деген ссылканы бассаңыздар, сіздер бөлек каналға өтесіздер. Ол жерде Қазақстан нарығында сатылып жатқан курстардан қарағанда более сапалы украиндық және де белорус адамдардың курстары бар. Бәрі тегін. Ол үшін сіздерден мен ештеңе сұрамаймын. Просто кіресіздер, оқыңыздар, пайдалы ақпаратты алыңыздар. Чем Қазақстанда біреуден сатып алғаннан қарағанда тегін ақпарат осы жерде тұр. Просто ссылканы басып каналға кіріңіздер и все. Ендігі кезекте ағайын, видеоның қалған бөлігі смарт мани концепциясын жақсы білетін адамдар үшін арналады. Сондай ақ мен 25 қыркүйек күні ашқан позицияма разбор жасап өтем. Ол позицияда мен 4,6%, яғни $4600 пайда таптым. Вот позиция жайлы скрин. Думаю, көрдіңіздер деген ойдамын. Так что удалить салайын, чтобы кейін графикке мешать етпеу үшін. Ең алдымен бізде азиатский максимум алынғаннан кейін Лондон сессиясында біз М5 сломның болғанын білеміз. Осы жерде М5 баланс бойынша азиатский лоуға дейін позиция ашылды. Обычный, қарапайым Азия хай-лоу сетап. Но бұл бағаның обязательно азиатский сессияға баратынын мен қайдан білдім? Вот главный вопрос осында. Және де менің каналымның, Telegram каналымның подписчиктеріне особый привет. Солардың сұрауы бойынша осы видео жасалды. Ал енді ағайын, мен ашқан позициям жайлы более детальный разбор жасап өтейін. Яғни бұл позиция чисто open high low close немесе open low high close логикасы бойынша ашылды. Яғни бізде восходящий свеча үшін ол бізде open low high close болады, нисходящий свеча үшін open high low close болады. Және де бұл логикаға, яғни бұл логиканы түсіндіріп бастамас бұрын мен сіздердің смарт мани жайлы логикаларыңыз бір түзеп алайын. Яғни смарт мани не, оны қалай пайдаланамыз, вот сол жайлы ақпаратты бір реттеп алайық, чтобы алдағы уақытта сіздер ақпаратты жеңіл қабылдау үшін. Енді ағайын, қарапайым көпшілік білетін смарт мани жайлы мен қысқа нұсқа тоқтала кетейін. Себебі хоть қазақ курстарында смарт мани бойынша, хоть орыс курстарында основной айтылатын ақпарат осы. Яғни өте қарапайым, бәрі білетін ақпарат. Там обычный, условно, курс басталған кезде смарт мани бойынша көпшілігі түсіндіреді. Структура, ликвидность, слом, ордер блок, там имбаланс, OTE зона,
және тағы брейкер, митингейшн деген сияқты бар. Оларды айтып керек емес, потому что сауда барысында основной олар қолданылмайды. Негізі жалпы смарт мани дегеніміз не? Смарт мани это логика алгоритма доставки цены. То есть нарықтағы бағаның қозғалыс логикасы. Яғни смарт мани концепциясы бойынша бізде слом болды, одан кейін ОТ зонадан позицияға кірдік деген понятие емес, баға қай жаққа ұмтылуда. Вот, соны жақсылап түсінген жақсы. Себебі сізде хоть М15, хоть М5 таймфреймде слом беруі мүмкін. Сіз без проблем, например, имбаланстан позицияға кірдіңіз, но сізде стоп болады. Вот сұрақ, почему? Например, сізде азиатский максимум алды бізде, одан кейін сіз имбалансты позицияға кірдіңіз, там просто сізде пересвип жасады, стоппен алып кетті. Сіз түсінбейсіз неге деген сияқты. Сізде уже бәрі сақталды ғой. Например, бізде азиатский максимум алынғаннан кейін бізде слом болды, сіз ОТЕ зонада имбаланстан позицияға кірдіңіз, но баға астыға кетудің орнына сылсайд ликвидностьқа баға просто так пересвип жасады. И сіз түсінбейсіз неге деген сияқты. Вот қазіргі уақытта мен сізге смарт мани полностью түсіндіріп шығамын. Яғни смарт мани айтып өткенім сияқты ол логика алгоритма доставки цены. Нарықтағы бағаның қозғалыс логикасы. Ал алгоритм деген ол ұсынылына искусственный интеллект. Ол әрқашан бір дүниені қайталай береді. Яғни нарықтағы баға бір логика бойынша қозғала береді. Вот open high low close, open low high close, вот сол логикаға байланысты. Ал енді ағай, мен 25 секунд ашылған позицияға қайтадан оралайын. Бұл кезде менде open high low close логикасы қолданылды. Яғни алгоритм айтып өткен сияқты әрқашан бір дүниені қайталай береді. Вот сол үшін бізде азиатская сессия всегда боковик сияқты болады. Яғни оның максимум алынғаннан минимумына барады, немесе минимум алынған жағдайда максимумына барады. Но ол кезде біз нарративті анықтай білу керекпіз. Open high low close сізде жұмыс істейді, когда сіз нарративті анықтауды білген кезде. Алдымен open high low close, open low high close'ды полностью түсіндіріп өтейін, чтобы сіздерге түсінікті болу үшін, одан кейін біз нарративке өтеміз. Open low high close немесе open high low close. Біз бұны қалай пайдаланамыз? Бәріміз білетіндей, кез келген таймфреймде, но в основном біз HTF контекст пайдаланамыз, яғни күндік, апталық, айлық таймфреймде кез келген свеча бізде открытие, минимум, максимум закрытие. Немесе открытие, максимум, минимум закрытие. Яғни open low high close, open high low close. Бізде лонговый свеча үшін, жасыл свеча, біз всегда open low high close логикасын пайдаланамыз. Яғни бізде daily open болғаннан кейін daily open, яғни күндік свечаның ашылуы, апталық свечаның ашылуы, айлық свечаның ашылуы, бізде open болғаннан кейін баға обязательно sell-side ликвидностьпен жұмыс істеу керек. Open low high close логикасы бойынша осылай жұмыс істейді. Яғни біз егерде алдын ала аптаның нарративі лонговый болатын білсек, біз осы логиканы пайдаланамыз. Например, апталық нарратив бізде лонговый, бізде понедельник немесе вторник всегда аптаның минимум болады. Всегда болғанда, әрқалай жағдайда. Условно, егерде бізде понедельник шартовый болды, вторник понедельниктің минимумын алды, среда уже бізде там лонговый движение жалғасады, ал пятница, например, бізде қайтадан коррекция болады деген сияқты. Сондықтан основной свечаның теласы бізде среда мен пятницаға түседі деген сияқты. Бірақ ол бөлек теманың, бөлек видеоның темасы. Шартовый свечаға тура солай қарама қарсы. Яғни бізде условно күндік свечаның ашылуы, апталық свечаның ашылуы, айлық свечаның ашылуы болғаннан кейін бізде всегда лонговый коррекция болып buy-side ликвидностьпен жұмыс істеу керекпіз. Немесе там пойзоннан тест жасау керекпіз. Условно ордер блок, имбаланс деген сияқты. Вот. Қараңыз енді, шартовый свечада бізде открытие болғаннан кейін максимум, минимум закрытие. Тура сол сияқты біз оны айлық свечада, апталық свечада, күндік свечада пайдаланамыз. Условно, апталық свечаға келетін болсақ, бізде понедельник, например, лонговый болатын болса, вторник понедельниктің максимумын алды, среда, четверг шартовый, пятница қайттан коррекция деген сияқты. Айтып өткенім сияқты, сіз бұл информацияны кез келген таймфреймде пайдалана аласыз. Яғни, желательно HTF контексте пайдаланған. Себебі, условно, мысалы біз бұны айлық свеча деп алатын болсақ, сіз уже айлық свечаның диапазон полностью анықтай аласыз. Условно, бізде айлық свеча ашылды. Бізде бірінші апта лонговый болды, екінші, үшінші апта шартовый болды. Яғни төртінші апта коррекция деген сияқты. Яғни сіз уже алдын ала бағаның қай уақытта қай жерге баратынын біле аласыз. Smart Money'да біз білеміз, всегда уақыт бағадан қарағанда алдыда болады. Яғни time and price. Алдымен price емес, алдымен time. Яғни дұрыс уақытпен жұмыс істей білсеңіз, сіз уже полностью айлық свечаның диапазонын ұстай аласыз. Яғни өте жақсы свинг позиция ашсаңыз болады. Ендігі кезекте ескерте кетейін ағайын, сіз бұл ақпаратты пайдалана алмайсыз егерде сіз келесі күннің немесе келесі аптаның немесе келесі айдың свечасының
нарративін анықтай білмесеңіз. Яғни, условно бұны күндік свеча деп алатын болсаң, келесі күннің свечасы бізде өсе ме түсе ме, сіз оны алдын ала қалай біле аласыз? Условно, мысалы бізде всегда daily open белгілі, ол 17:00 Нью-Йорктың уақытымен 17:00 білді, болды бізде. Но біз условно күндік свечаның өсетінін қалай білеміз? Яғни, мен ашқан 25 күнгі позицияда мен алдын ала білдім бағаның құлайтынын. Условно бізде всегда тейк первая зона FTA деген бар, ал менде первая зона FTA ол азиатский минимум болды. Азиатский минимумға дейін мен тейкті қойдым, менде 4,6% плюс деген сияқты. Вот, бұл информацияны сіз пайдалана алмайсыз, егерде сіз нарративтің қандай екенін білмесеңіз. Условно ағылшынша биас деп айтады, немесе орысша предвзятость. Но мен нарратив деген сөзді қолданамын, потому что маған солай ыңғайлы. Ал енді ағайын, видеоның ең қызық жеріне келдік. Қазір мен сіздерге нарративті условно анықтау керегін үйретемін. Но өз уақытында бұл информацияны табу, бұл информацияны условно сатып алу маған өте көп ақшаға тұрған, сондай-ақ өте көп уақытымды алған. Бұл информацияны үйрену. Сондықтан бұл видеоны көргеннен кейін, бұл информацияны қабылдап түсініп алғаннан кейін, максимально бұл видеоны таратыңыздар, көпшілік адам көрсін, ешкімнен курс сатып алмай-ақ трейдингті осы YouTube каналдан өте жеңіл, өте қарапайым тілде түсініп алсын. Потому что трейдинг сіз ойлағаннан қарағанда жеңіл. Бұл жерде алгоритм жұмыс істейді. Яғни ликвидность алгоритм. Условно, вот и все. Баға бір дүниені қайталай береді. Жаңа Smart Money бойынша түсіндіргенде айтып өттім. Алгоритм бір дүниені істей береді и все. Яғни бізде условно daily биасқа тоқтала кететін болсақ, бізде open, high, low, close кез келген свечада болады. Условно вот открытие, минимум, максимум, закрытие. Вот шартовый свечада бізде открытие, максимум, минимум, закрытие. Условно open, high, low, close немесе open, low, high, close. Енді қараңыз. Условно біз daily биасты немесе нарративті қалай анықтаймыз? Условно күндік свечаның бұл логика апталық свечаға, айлық свечаға келе береді. Условно бізде, например, осы күннің свечасы жабылды деп алайық. Егерде осы күннің свечасы жабылды деп алайық. Егерде өткен күннен қарағанда, яғни мына күннің свечасынан қарағанда, бізде осы свеча теламен закреп болатын болса, келесі күннің свечасы бізде лонговый болады. Сіз қазір мен графиктен көрсетемін, сол кезде түсінесіздер. Егерде бізде теламен закреп болатын болса, бізде келесі күннің свечасы лонговый болады. Ал егерде бізде теньмен свип болатын болса, келесі күнде уже разворот болады деген сөз. Чтобы там түсініктірек болу үшін более детально айтып өтейін. Яғни бізде previous daily high'да теламен закреп болатын болса, күндік свечада бізде келесі күннің свечасы лонговый болады. Ал егерде бізде previous daily high'да свеча теньмен свип болып, но теламен закреп болмаса, келесі күннің свечасы бізде шартовый болады. Қазір сіздерге бұл информация өте оңай сияқты көрінуі мүмкін, но шын негізінде өте оңай. Бұл информацияның өзі сіздің винрейтті 70-80%-ке өсіре алады. Потому что мен, например, азиатская сессияның условно құлайтынын там 25 күніне ашқан позицияда қайдан білдім? Менде вот тура осы логика. Условно бізде daily open болды, азиатский сессия лонговый, вот уже там Лондон Азиян хайын алғаннан кейін бізде open болды, high болды, вот одан кейін мен шорт позиция аштым. Менде в основном take PDL-ге деген болатын, но Smart Money'дің бірінші правиласы. Take всегда первая зона FTA, хоть имбаланс болсын, хоть ликвидность болсын, басқа жерге емес, баға қай жерден реакция алады деп ойлайсыз, вот первая зона FTA. А менің жағдайымда первая зона FTA ол бізде азиатская сессия минимум болды. А вот шартовый биас үшін тура сол. Условно бізде там күннің свечасы жабылды, теламен закреп бар, бізде келесі күннің свечасы шартовый болады. Тағы да теламен закреп бар, келесі күннің свечасы шартовый болады. Условно там теламен жабылғаннан келесі күннің цели PDL, условно теламен жабылғаннан келесі күннің цели PDL. Условно бізде PDL алынды, теньмен свип, келесі күннің цели previous daily high деген сияқты. Теламен закреп, келесі күннің цели previous daily high. Условно бізде күндік имбаланс бар деп алатын болсақ, баға не істеді? Previous daily high'ды алды, fulfill жасады, теньмен свип, теламен закреп жоқ, келесі күннің цели уже бізде PDL. PDL алынды, теламен закреп, келесі күннің цели PDL. Например, мына жақта бізде апталық цель previous weekly low. Например, мына жақта бізде апталық цель previous weekly high деген сияқты. Но ескерте кетейін, қандай жағдайда бізде условно реверсал болуы мүмкін? Осындай үлкен таймфреймде өткен аптаның максимум минимумы, өткен айдың максимум минимумы бізде алынған кезде разворот болады. Условно, мысал келтірейін. 4 сағаттық таймфрейм. Бізде алдымен айлық таймфрейм көрсетейін, чтобы сіздерге түсінікті болу үшін. Біз көріп тұрмыз, что айлық свеча бізде теламен закреп бар.
келесі айдың свечасының уже там осы свечаның біз алдын ала білеміз, что там өткен айдың максимумын алатын. Енді қараңыздар, 4 сағат таймфреймге өтетін кезде біз көріп тұрмыз, что осы свеча бізде өткен айдың максимумын алды. Плюс бізде там ликвидностьпен жұмыс істеген свеча ордер блок болатынын біз білеміз уже. Там баға не істеді, просто так келді, ордер блоктың реакция алды, астыра кетті. Если біз осы свечаны күндік свеча қылып көретін болсақ, вот уже көріп тұрмыз. Бізде свеча там open болды, high болды, low болды, close болды. Яғни почему свеча шартовый болды? Потому что бізде үлкен ликвидность жиналды. Бізде теме свип, келесі күні цели PDL. Яғни мына свеча бізде PDL-ді алған жоқ. Вот мына свеча бізде previous daily high-мен жұмыс істеп тұр, қосымша ордер блокты тест жасап тұр. Яғни бізде алдағы уақытта баға шартовый болатын деген сияқты. Енді басқа мысал келтірейін. Кез келген свечаға қарасаңыздар, бізде теламен закреп болатын болса, лонговый, вот мысалы, бізде бір мысал келтірейін. Вот, теммен свип, келесі күні цели previous daily high, PDL-ді алған жоқ. Вот, теламен закреп, келесі күні цели PDH, мына күн алған жоқ бізде, мына күн алды деген сияқты. Вот, мынерді байқасаңыздар, PDL никак алынған жоқ, но previous daily high-мен жұмыс істеді. Вот так вот, тура осылай, теламен закреп, PDH, теммен свип, условно reversal деген сияқты, тура осылай жұмыс істейді. Яғни шартовый контекстке тура осы логика жұмыс істейді. Условно қараңыздар, бізде осы күннің свечасы там теммен свип болып жабылды, келесі күннің цели PDL, сызып көрсетейін, чтобы түсінікті болатындай. Келесі күннің цели PDL бізде. Вот, теммен свип болып жабылды, келесі күннің цели previous daily high. Вот. Теммен свип болып жабылды, келесі күннің цели бізде previous daily low. Вот, баға previous daily low болды. Теламен закреп, келесі күннің цели PDL, теламен закреп, келесі күннің цели PDL, теммен свип, келесі күннің цели previous daily high. Вот и все. Трейдинг деген оп-оңай. Басқа сізге көп ақпарат керек емес. Там бас қатырып, какой-то линия сызып, бір супер-пупер бір бәлені іздеп. Обычный там свеча, вот свечаның теласы теңі болды. Сіз уже келесі күннің свечасы қандай болатынын біле аласыз. Вот и все, басқа ештеңе емес. Және де апталық таймфреймге тоқтала кетейін. Апталық таймфрейм тура осы логика. Вот условно бізде такс. Вот, теммен свип, келесі аптаның цели уже бізде previous weekly low, теламен закреп, previous weekly low. Вот, теммен свип болып жабылды, бізде previous weekly high деген сияқты. Вот, сызып көрсетейін. Вот, теммен свип болып жабылды, келесі цель уже бізде previous weekly high. Теммен свип болып жабылды, келесі цель уже бізде қайсысы? Previous weekly low. Вот, және де бір қазір трейдинг әлемінде хит болып жатқан дүние жайлы айта кетейін. SRT деген дүние бар бізде трейдингте. Тот же самый daily bias, условно. Daily bias, weekly bias, қалай айтасыздар өздеріңіз біліңіздер, кому как удобно. Вот условно, там SRT-дің логикасы бойынша бізде там осы свечаның минимум алынған кезде бізде баға осы свечаның максимумына бару керек деген сияқты. Бұл обычный daily bias. Условно, мына свеча бізде үлкен ликвидностьпен жұмыс істеді, и типа дальше разворот болады. Обычный smart money. Бізде теммен свип болып жабылды, келесі аптаның цель типа weekly high, теламен закреп болып жабылды, weekly high, теламен закреп болып жабылды, weekly high, никак weekly low'ға барған жоқ. Яғни бізде уже open high low close, open low high close бар, плюс бізде там daily bias, weekly bias бар. Осы информацияны пайдаланудың арқасында сіз уже там бағаның қай жаққа баратынын біле аласыз. Условно, апталық диапазон ұстай аласыз, күндік диапазон ұстай аласыз деген сияқты. Вот и все. Басқа ештеңе керек емес. Мысалы, там каналда мен алдын ала салдым, что бізде там weekly, там осы аптаның цели previous weekly high. Яғни өткен аптаның максимумы. Плюс бізде айлық цел қандай болды? Previous monthly high, яғни өткен айдың максимумы. Потому что бізде теламен закреп бар. Вот и все. Smart money деген де оңай біз үшін. Условно, трейдинг деген де оңай. Мысалы, қарап тұрсаңыз, бұл логикада бәрі четко по плану жұмыс істейді, когда сіз логиканы дұрыс түсініп тұрсыз. Но ешқандай артық дүние жоқ, қарапайым, қысқа нұсқа анық түсіндірілген. Вот условно мен 25 күні ашқан позицияма бір тоқтала кетейін. Бізде условно вот сейчас 25 күні вот бізде теммен свип болып жабылды. Вот осы күні мен позицияны аштым, 26 күні. Сейчас, если мен опять таймфреймге өтетін болсам, мен уже білдім, что цель бізде шартовый екен. Но тейк всегда первая зона. Мысалы қарасаңыз, бізде мына кезде previous daily low алынған жоқ.
но баға бізде лонговый болып ордер блокты тест жасауға кетті. Вот. Менде уже первая зона автода тейк болды. И дальше баға разброд алды. Ордер блок тест жасады. Previous daily lowға келді деген сияқты. Вот и все, ағайын. Осы информацияны пайдалану арқылы сіз өзіңіздің условно винрейтті 65-70%-ке көбейте аласыз. Сіз уже азиатская сессияны хайлоу алынғаннан кейін баға қай жаққа баратынын біле аласыз. Условно обычный биас шартовый, биас лонговый деген сияқты. Вот и все. Мысалы, кез келген біз азиатская сессияны қарайтын болсақ, вот мына күні біз уже там күндік свечаның лонговый екенін білетін боламыз. Условно азия минимум алынды, лонг previous monthly high-ға дейін, яғни өткен айдың минимумын, максимумына дейін. Вот, daily bias бізде лонговый, азияның минимум алынбаған, бірақ азия өзін пересеп жасаған. Байқасаңыздар. Жақындап көрсетейін. Азия өзін пересеп жасаған, баға ордер блокты тест жасады, и типа дальше лонговый. Вот, daily bias шартовый, азиатский хай алынды, уже бізде күннің максимум бар, бізде полный шартовый мув. Вот, мына кезде де азияның максимум алынды, типа азияның минимумына дейін баға барды деген сияқты. Вот и все, обычная логика. Вот, Smart Money деген осы, алгоритм деген осы. Басқа ештеңе ойлап тауып керек емес. Бас қатырып, там артық ақпарат айтып, құдай біледі, ешкім білмейтін бір линияларды сызып, былай немесе неше түрлі индикатор қосып керек емес. Обычный свечамен жұмыс істейсіз, условно күндік, апталық, айлық. Но ескерте кетейін, LTF-те биас сақталмайды. Вот. LTF-те уже сіз poison'дан жұмыс істейсіз, ордер блок, имбаланс деген сияқты. Вот и все. Комментарий, нет, каналдың ютубтағы видеоның описаниясына мен телеграм каналдың ссылкасын қалдырып қоямын. Телеграм каналда айтып өткенім сияқты тегін курстар бар, пайдалы ақпарат өте көп. Мен күнделікті анализін жасап отырамын, күнделікті осылай ашқан позициям, там неше процент табыс таптым деген сияқты. Осы ақпаратты пайдалану арқылы айтып өткенім сияқты сіздер өздеріңіздің винрейтті 65-70%-ке пайдалана аласыздар. Условно daily bias плюс open high low close немесе open low high close. Условно биас нарратив қандай бізде, соған қарай жұмыс істей аласыздар. Условно бізде открытие, минимум, максимум, закрытие деген сияқты. Вот и все. Бүгін бізде мысалы там секондострой деген алгоритм, яғни екі жақта да ликвидностьпен жұмыс істейді. PDL-ді алды ма, previous daily high-ға деген сияқты. Потому что пятница. Вот и все, ағайын. Трейдинг деген сіз ойлағаннан жеңіл. Намного жеңіл. Обычная логика, обычная логика, обычная логика. Басқа ештеңе емес. Каналға, YouTube каналға подписаться етіңіздер. Telegram каналға подписаться етіңіздер, потому что ол жақта да пайдалы ақпарат көп. Болашақта YouTube'та пайдалы ақпарат көп болады. Вот сол үшін каналды жоғалтпаңыздар, ешкімнен курс сатып алмаңыздар, ешкімнен оқымаңыздар, бәрі осында тегін шығатын болады.